Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен құйрық майымызды маринадтаймыз да осылай пищевой салафанға орап, қайнап тұрған суға пісіретін боламыз. Одан кейін ол өте дәмді керемет болып шығады. Маринадын өзінің бойына сіңіріп, әдемі дәм беретін болады. Ең алдымен құйрық майымыздың жартысын бөліп алдым да, осылайынан ұзынша бөліктерге бөліп аламыз. Ұзынша бөліктерге бөліп алғаннан кейін орталарынан тағы бір бөліктерге бөліп шықтым. Достар, адамның ағзасына май өте қажет екенін білесіздер. Сонымен ол адамның ойлау, есту, сөйлеу және барлық қимыл қозғалыстарына осы майларымыз көмектеседі екен. Сондықтан оны уақытылы пайдаланып отыруымыз керек. Міне бөліктерге бөліп алдым. Енді оның сыртына тұздарымызды жағып шығамыз. Тұзды қанша көп жағып қойсақ та, ол артық тұзды сіңірмей, осындай керектісін ғана бойына сіңіріп алады. Және осындай құйрық майымыздың осындай қасиеттері бар екен. Енді ыдысымызды бір шетке қоя тұрып, мариновкасını жасаймыз. Енді осындай 2 чеснок керек болады. Оны чеснодавкада немесе блендермен езіп алсаңыздар болады. Енді оның үстіне осындай қызыл бұрышымыздан 2 шай қасық саламыз, және оған тағы 2 шай қасық паприкамыздан салып, жақсылап араластыратын боламыз. Міне барлығын жақсылап араластырамыз. Енді оны жәнегі майларымыздың сыртынан асықпай сіңіріп жағып шығамыз. Міне дәл видеода осылай сіңіріп, жақсылап уқалап жағып шығамыз. Барлығына осылай жағып шығамыз. Одан кейін оны өз бойына мариновкасын сіңіру үшін 2-3 сағатқа осылай бөлме температурасына қойып қоямыз. Сонда мариновкамыз өз бойына сіңіріп, жақсы дәм беретін болады. Міне барлығына жағып қойдым. Енді бөлме температурасына осылай қойып қоямыз. 2-3 сағат өткеннен кейін осы пищевой салафанды ұзынан ашып, осылай 1-2 орап, 2 шетін жабыстырып отырып, тағы да міне осылайынан орап шығам 2. Одан кейін тағы 2 шетін қайырып, осылайынан бірнеше рет қайталап шығатын боламын. Сонда ол қайнаған кезде қазір суымыздың іші кір кетпейтіндей болады. Міне барлығын осылай орап шығамыз. Міне қазанымызға енді су құйып, үстіне осы майларымызды салғаннан кейін, қазан қайнағаннан кейін бастап, уақытты санайсыздар, 30-40 минут қайнатамыз. Содан кейін біздің майларымыз міне осындай дәмді керемет болып шығады. Міндетті түрде майымызды жұқалап, нанның үстіне салып, ұсынсаңыздар, жеген адам көп уақытқа дейін тоқ жүретін болады. Сондықтан жасап көріңіздер міндетті түрде. Және достар, менің YouTube арнама тіркеліп қоңырауына басып қойыңыздар. Алдағы уақытта осындай керемет рецептерді сіздерге ұсынып отырамын. Және комментарийге өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер.